әжем 1945 жылы 5 желтоқсанда дүниеге келген. Менің әжем дегенім нағашы әжем, анамның анасы. 1945 жылы 5 желтоқсанда дүниеге келген. 2024 жылы 21 желтоқсанда дүниеден озды. Өкінішке орай. Сол 2024 жылы 5 желтоқсанда әжемнің туған күніне оқып берген өлеңімді осында видеосын қалдырып кетемін. Мен үшін бірден бір жылы естеліктердің бірі осы. Әжем бетімнен қысып құшақтаған, қысып сүйген видеосы осы суретте түскен. Мен әжеммен бірге ортақ екеуміз ғана түскен, не болмаса анам үшеуміз ғана түскен суреттер тым көп емес. Сондықтан мен осындай видеолардан, туған күніне оқып берген кадрдан кейін әжеммен бірге арналған видеоларды, суреттерді қалдырып кетемін. Ендеше көріп тамашалап кетіңіздер. Әжетайым, ұзақ болсын ғұмырыңыз, қуанышпен шаттыққа толсын жүріңіз. 80 жасыңыз құтты болсын әжетай, аман есен ортамызда көріңіз. Өсиет айтсаң өзіңізді тыңдарым анық, ұялмай оқып берейін жырларымды алып. Жақсы көрем сізді қатты әжетай, сізге әрқашан сенерім айдан анық. Ақ жаулығыңыз жарасар басыңыздағы, көбейіпті ақ тісіңіз шашыңыздағы. Зор бақытсыз ең қымбат ортаймайтын, ақыл кенді әжетай қазыналы. Туған күніңіз құтты болсын әжетай, құттықтайды сүйіп келіп немерең. Бақытты болып атамменен 100 жасаңыз, келсін енді өмірге шөпшегің. Денсаулығың мықты болсын аға әжем, жаратқаннан жақсыз келсін жебеген. Ақыл бұлақ, асыл әжем не деген, кеңе еді тыңдап көңіл керегем. Келсін жебеген. Ақыл бұлақ, асыл әжем не деген, кеңе еді тыңдап көңіл керегем. Мәзия, молодец, әрқайсына өзіне әдемі, тәтті сөздер тауып шығарасын. Теңеулерің күшті. Молодец, өзің ақылды болған қызымнан айналды.